күнделікті салаттардан жалыққан болсаңыз, осындай ішек-қарыннан да салат жасап көріңіз. Өте дәмді болады және ішек-қарын жемейтін жанның да сүйіп жеуі анық. Ең алдымен ыдысымызға осындай майды құямыз да, алдын ала таза пісірілген ішек-қарынды салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне үлкен-үлкен төртбұрышты етіп туралған пиязды саласыздар. Міндетті түрде үлкен-үлкен қылып тураңыздар, өйткені салатта әдемі болып көрінеді. Кейіннен үстіне чеснок саламыз. Барлығын жап-жақсы қылып, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Отты міндетті түрде ең үлкеніне қойып қуыру керек. Үстінен теркадан өткізіп сәбіз саламыз, немесе ирек қылып әдемі қылып үлкенже өтіп турасаңыздар да болады. Біз кішкене қуырылғаннан кейін осындай болгар борщын қосатын боламыз. Болгар борщы менде мұздатылған, қатырылған түрі, ал сіз күнделікті қолданатын свежий түрін қоссаңыздар болады. Үстіне паприка қосамыз, немесе томат қоссаңыздар болады. Менде паприка болмай, осылай бұл жолы томатпен істедім. Осылай өте әдемі болып, қып-қызыл болып шығады. Үстіне қалауыңыз бойынша тұз, бұрыш және де сүйіп жейтін приправаларыңызды қоссаңыздар да болады. Қыздар, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар және де колокольчикті басып қойсаңыздар, менің арнамда күнделікті керемет үй жағдайында жасалатын рецепттер шығып тұрады. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, қыздар. Әбден қуырылып біткен салатымызды кішкене үстіне су құямыз да, бетін жауып, аз ғана жай отта 1 сағаттай 40 минуттай бұқтырып қоятын боламыз. Міне дайын болған. Ішек-қарын өте жұмсақ болып піседі. Мен гарнир ретінде күріш қосып бердім да, кешкі ас ретінде бердім, қыздар. Сіздер солай жасаңыздар болады. Немесе дастарханға салат ретінде қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.